Карамель дайындаймыз. Асты қалың ыдысымызға қантымыз бен глюкозамызды араластырып, орташа отқа қоямыз және де араластырып тұрамыз. Сливкиміз бен сгущенкамызды микроволновкада бір жылытып аламыз. Егер салқын сливки құятын болсақ, карамеліміз қатып қалады. Соның үшін бір жылытып аламыз. Карамельді күйдіріп жібермеңіздер. Осындай әдемі қоңыр түс болғанда үстінен сливкимізді құйып, тез араластырамыз. Сармайымызды салып, бір араластырып аламыз. Карамеліміз дайын. Ыдысымызға құйып, бөлме температурасында 3-4 сағатқа қалдырамыз. Менде 2 түрлі арахис. Мен начинкаға ірі арахис қолданамын. Өте әдемі карамель шықты. Алдын ала дайындап қойсаңыздар болады. Кез келген пирожный немесе сникерс тортқа қолдансаңыз болады. Қолданар алдында жарты сағат, 1 сағат алдын шығарып қоясыз холодильниктен. Видео ұнаса, лайк басып комментария қалдырыңыз және де тіркелуді ұмытпаңыз.